Все бәрі кірген сияқты ба? Көрініп тұр ма слайд? Иә, көрініп тұр. Все, қазір участниктерді қабылдап жіберейін. Все, вроде бәрі кірген сияқты. Все, бастай берейік. Жетінші препарат. Жүрек гипертрофиясы немесе бұқа жүрегі деп аталады. Бұқа жүрегі. Міне мынау препарат қой сіздерде негізі берілген. Суретте, бағана документте берілген. Жүрек гипертрофиясы. Давайте ретімен бастай берейік. Ең бірінші атауы жүрек гипертрофиясы бұқа жүрегі. Осы бұқа жүрегі деген сөзді ұмытып кетпеңіздер, бұл бағанағы қосымша атауы. Жазсаңыздар өздеріңізге плюс болады балл. Жіктелуі компенсация, гипертрофия, компенсациялық немесе қызметтік гипертрофия соның ішінде. Оның ішінде жүректің гипертрофиясы және бұл жерде сіздерге берген препаратқа байланысты жазасыздар компенсациялық кезеңі немесе декомпенсациялық кезеңі. Мынау сіздерге берілген мен сызып қойдым ғой, бұл бізде декомпенсациялы. Мен сіздерге мына жерге еще компенсацияны көрсетіп қойдым. Бұл яғни сіздерге компенсациялық келген кезде. Компенсациялы мына жерде көрсетілген. Көріп тұрсыздар ма? Мынау компенсациялы. Бұны қалай ажыратамыз? Қазір участниктерді қабылдап жіберейін. Бұны қалай ажыратамыз? Міне ең бірінші компенсациялы. Компенсациялығы бірінші. Компенсациялыда мынау жүректің тіндерін көріп тұрсыз ғой, кардиомиоциттерін. Кішкене қанға толы, яғни кәдімгі жүрек дегенде андай түрі нормаль болып тұр да. Ал мына жерде екіншісін қараңыздар. Уже мынау кардиомиоциттер уже андай уже декомпенсация сатысында тұрған көрініп тұр да, уже дұрыс қызмет атқара алмайтыны, дұрыс жер алмайтыны көрініп тұр. Бұл бізде декомпенсация сатысы. Және де тағы да бір айырмашылығы декомпенсация сатысында қуыс бар ғой, қарыншаның қуысы. Бұл бізде кеңейіп кетеді. Яғни бұл кезде эксцентрлі өседі. Эксцентрлі дегеніміз, яғни қуысы кеңейеді эксцентрлі өскен кезде. Бұл декомпенсация сатысында. Ал компенсация сатысында ол кезде концентрлі өседі. Концентрлі ол қуысы наоборот тарылады. Мына жақта көріп тұрсыздар, қуысы кішкентай болып тұр. Және де концентрлі өскен кезде ол ішке қарай өседі. Яғни қалыңдайды гипертрофиясы. Ал декомпенсация сатысында наоборот қуыстары үлкейіп кетеді да, мына жақ уже үлкейе бастайды. Бұл осы декомпенсация. Мына жерге жазасыздар декомпенсациялы немесе компенсациялы кезеңі деп. Үшіншісі сипатталуы жүректің көлемі мен салмағы едәуір артқан, массасы 3-4 есе ұлғайған, ол 900 граммға дейін жетуі мүмкін. Түсі өзгермейді. Сол жақ қарыншаның қабырғасы қалыңдаған. Білетін шығарсыздар, бәрі сол жақ қарынша неге қалыңдайтын себебі ол ең көп жұмыс жасайды. Себебі үлкен қысыммен келген қанды аортаға қарай жіберу керек. Сол үшін олардың бұлшықеттері көп жұмыс атқарғандықтан олар ең бірінші гипертрофияға ұшырап қалыңдап кетеді. Ал асқынған жағдайда оң жақ қарыншаның да қалыңдауы мүмкін. Ол бізде бағанағы кіші қан айналым шеңберінде қысымның артуы нәтижесінде пайда болады. Және қабырғасынан бөлек папиллярлы және трабекулалық бұлшықеттер оларда үлкейеді. Міне папиллярлы және трабекулалық бұлшықеттер бар ғой, мына жерде көрсетілген. Оларда үлкейіп кетеді. Және қарыншасының қуысы бағана концентрациялық кезде тарылады, концентриялық өсу кезде. Ал эксцентриялық өскен кезде қарыншасының қуысы наоборот кеңейіп кетеді. Және жүректің шығу жолдары созылған, кардиомиоциттер массасының жоғарылауы, жасуша ішілік құрылымдардың гиперплазиясы және жүректің функциясының күшеюі байқалады. Сипатталуына осыны жазасыздар. Ең нақтысы бағана көлемі ұлғайған, массасы ұлғайған, соларды жазасыздар ғой. Себебі артериялық гипертензия, клапанның ақаулары, яғни жетіспеушілік немесе стенозы, жүрекке шамадан тыс жүк түскен кезде, бағана гипертония, тиреотоксикоз, гуморальдық факторлар және митральдық қақпақшаның жетіспеушілігі кезінде. Тиреотоксикозды білетін шығарсыздар, Т3-Т4 гормондарының жоғарылап кетуі нәтижесінде, ол бізде білесіздер ғой, тиреотоксикоз кезде жүректің бағанағы соғу жиілігі және күші артып кетеді. Соның нәтижесінде ол гипертрофияға ұшырап кетеді. Яғни көп жұмыс атқарған сайын нәтижесінде оларда кардиомиоциттер гиперплазияға ұшырап, олардың көлемі ұлғаяды. Даму механизмін бағана айтып кеттік. Бағана жасуша ішілік құрылымдардың гиперплазиясы негізінде, солардың нәтижесінде олардың ұлғаюы. Яғни қалай пайда болады осы морфологиялық өзгеріс, даму механизмі осы. Асқынуы нефросклероз. Нефросклероз соның нәтижесінде бүйрек қызметінің созылмалы жеткіліксіздігі, гипертониялық криз нәтижесінде бағана артериола некроздар болады шумақшада. Шумақша дегеніміз білесіздер, Боумен Шумлянский
капсуласында артериол болады, әкелуші және әкетуші. Солардың некрозының нәтижесінде бүйрек қызметінің жедел жеткіліксіздігі болады. Жедел жеткіліксіздігі болады және миокардтың трансмуральды инфаркті болуы мүмкін. Және инфаркт нәтижесінде массивті гематома және бағана бас миында қан кету пайда болуы мүмкін. Бұл бізде асқынулары. Ал нәтижесіне келетін болсақ, жағымды нәтижесі ол бізде декомпенсация сатысына өтіп кетпей тұрып, білесіздер ғой, негізі компенсация дегенімізде, декомпенсация дегенімізде. Компенсация сатысы деп отырғанымыз, ол яғни ол жүрек, ол бағанағы недостатықты өзі жауып тұрады. Яғни қызметін жоғарылатады, жүректің соғу жиілігін жоғарылатады, күшін жоғарылатады, сол арқылы компенсациялап отырады да, яғни перифериялық қан тіндерге қанды дұрыс жеткізіп отырады. Ал декомпенсация сатысында уже жүрек зорғады, яғни бағанағы күш жетіспейді уже. Ол кезде уже резко төмендеп кетеді, жүректің соғу жиілігі төмендеп кетеді, күші төмендеп кетеді. Уже жүрек андай солғын болып қалады, яғни дұрыс қызметін атқара алмайды. Ол уже декомпенсация сатысы. Осы жағымды нәтижесі ол декомпенсация сатысына дейін жеткізбей, оның компенсация сатысында ұстап қалу, ол бізде жағымды нәтижесі. Ал жағымсыз нәтижесі осы уже декомпенсация сатысы басталып кетеді. Соның нәтижесінде жедел және созылмалы жүрек жеткіліксіздігі, острый коронарный синдром және жедел бүйрек жеткіліксіздігі, соның нәтижесінде өлім пайда болады. Бұл бізде уже жағымсыз жақтары. Жағымды және жағымсыз жақтары. 8-ші препарат ол бізде глазурлы көкбауыр немесе көкбауыр капсуласының гиалинозы. Негізі глазурлы көкбауыр деген уже қосымша атауы, ал көкбауыр капсуласының гиалинозы деп аталады негізі. Көп айтады ғой сіздерге негізі осыны. Бұны сразу тауып алуға болады, яғни көп кездесетін препарат қой бұл негізі. Атауы бағана екеуін жазасыздар, глазурлы көкбауыр мен көкбауыр капсуласының гиалинозының. Жіктелуі дистрофия, строматамырлық дистрофия, соның ішінде белокты диспротеиноз, гиалиноз, сосын соның ішінде капсулалы көкбауырдың гиалинозы. Сипаттамасына келетін болсақ, капсула өзгерістерінің сипаттамасы жартылай мөлдір, тығыз, сыртқы түрі глазурлы тоқашқа ұқсас. Глазурлы тоқашқа ұқсас деп жазбай қойыңыздар. Просто жартылай мөлдір, тығыз деп жазыңыздар. Және көлемі кішірейген, бүріскен, консистенциясы тығыз, беткейінің сипаты әр жері әртүрлі қалыңдаған. Яғни бір жері қалыңдап кеткен, бір жері жұқарып кеткен. Соны көрсетіп жазасыздар. Және мүше түсі ақшыл болып келеді. Бағана қалыңдаған жерлері ақшыл болып келеді. Және жылтыр, мөлдір реңді және үрдіс жайылмалы болып кетеді. Яғни көкбауырды полный алып жатады, жайылмалы. Даму механизмі бұл жерде инфильтрация деген білетін жиналуы. Бағана гиалиноздың дағы белоктардың жиналу нәтижесінде ол жерде гиалиноз процесі басталады. Ол бізде ангионеврозды, метаболизмдік, иммунопатологиялық процестердің талшықты құрылымдарын ыдырап, оның тін тамыр аралық өткізгіштігі артуынан плазморагияның нәтижесінде ол жерде гиалин белоктарының түзілуі пайда болады. Осы даму механизмі. Яғни гиалиннің қалай пайда болатынын жазасыздар даму механизміне. Себебі не? Фибриноидті ісіну, қабыну, некроздың және склероздың жалғасы болып келеді. Яғни олардың асқынуы нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Дәнек ертінде зат алмасу бұзылыстары кезінде, аутоиммунды аурулар кезінде, артериялық гипертензияда, диабеттік ангиопатияда гиалиноз, яғни қан тамырлардың гиалинозы пайда болады. Асқынуы бүйрек жеткіліксіздігі, қантты диабет, аутоиммунды аурулар, артериялық гипертензия және диабеттік ангиопатия. Бұл асқынулары. Нәтижесі, жағымды нәтижесі, гиалин басқан белоктар ыдырап, ол қайтып орнына келіп, ол жерде тыртық басуы мүмкін. Немесе жағымсыз жағына осы көкбауырдың жеткіліксіздігі пайда болуы мүмкін. Гиалиноз басқаннан кейін уже қызметін дұрыс атқара алмайды. Бұл жағымсыз нәтижесі. Келесі препаратқа өте берейік. Келесі препарат ол бізде жүректің майлы дистрофиясы. Осы препаратты жақсылап қарап алыңыздар, жүректің майлы дистрофиясын. Жоқ, микросын қарап алыңыздар, себебі бұны көбінесе студенттер шатастырады жүректің майлануымен. Жүректің майлы дистрофиясы деген бөлек препарат, жүректің майлануы деген бөлек препарат. Осы сессияда келген бізге. Сол кезде көп студенттер шатасып, сессиядан құлап жатқан кездері болды, осы препаратты шатастырып жазып. Ең бірінші жүректің атауын жазамыз. Жүректің майлы дистрофиясы немесе бағана образды атауы жолбарыс тәрізді жүрек. Жолбарыс тәрізді жүрек дегеннен ол бағанағы несі жолбарыстың несіне терісіне ұқсайды, сол үшін жолбарыс тәрізді жүрек деп атайды. Жіктелуі дистрофия, оның ішінде паренхималық дистрофия және оның ішінде майлы дистрофия. Бағана жүректің майлануы да осы классификацияда ерекшелігі бар.
мынау жүректің майлодистрофиясы ол паренхималық дистрофияға жатса, ал жүректің семіруі немесе майлануы деген ол строматамырлық дистрофияға жатады. Осыны тоже шатастырған студенттер болды. Осыны шатастырмаймыз. Енді сипаттамасына келетін болсақ, жүректің көлемі ұлғайған, қуыстары кеңейген, түсі сарғыш қоңыр, консистенциясы жұмсақ, борпылдақ, емізікшел және трабекулалық бұлшықеттер тұсында ақшыл сары жолақтар көрінеді. Ақшыл сары жолақтар көрінеді. Осы үшін жолбарыс терісіне ұқсағандықтан жолбарыс тәрізді жүрек деп атайды. Және бұлар көбінесе вена мен венулалардың төңірегінде жиналады. Оның жиналу себебі бағана гипоксия ол жерде, яғни отпен ол жер аз қамтамасыз етілген ғой. Соның нәтижесінде ол жерге вена мен венулалардың қасына көп жиналады осы липидоздар. Даму механизмі, бұл жерде екі даму механизмі бар. Негізі осы дистрофияны жазған кезде даму механизмін көрсетіп кету керек. Даму механизмі білесіздер ғой, инфильтрация, декомпозиция солар ғой. Бұл жерде міне осы екеуі инфильтрация яғни қан мен лимфадан май қышқылдарының артығымен қорға жиналуы инфильтрация деп аталады, яғни жиналу деген сөз инфильтрация. Ал декомпозиция дегеніміз ол бұзылу, тіндердің бұзылуы, яғни бағана артық жиналған нәтижесінде олар басқа тіндердің ультра-құрылымдарын, яғни ішіндегі органеллаларды бұзып, осындай өзгерістерге алып келеді. Бұл бізде даму механизмі, осы инфильтрация, декомпозиция. Себептері гипоксия және интоксикация. Асқынуы жүрек жеткіліксіздігі, ал нәтижесі жағымды, егер себебі жойылса, бұл қалпына келуі мүмкін. Ал жағымсыз нәтижесі жүрек бұлшықетінің атрофиясы, бағана жүрек бұлшықетінің атрофиясы айтып кеттік қой, қоңыр атрофиясы деп. Және жүрек жеткіліксіздігі және аритмия. Бұл уже жағымсыз жақтары. Енді келесі препарат, 10-шы препарат, бұл бауырдың майлодистрофиясы. Бауырдың майлодистрофиясы немесе қаз бауыр деп атайды. Бұны сразу табуға болады негізі. Себебі бұл уже көрініп тұрады да, майлодистрофия, түсі сарғыш, үлкейген, соған қарап уже анықтауға болады. Атауы бауырдың майлодистрофиясы, қаз бауыр деп жазасыздар. Жіктелуі, бұл да паренхималық дистрофия, оның ішіне майлодистрофия липидоздарға кіреді. Сипаттамасы міне, көлем ұлғайған, көріп тұрсыздар ғой, көлемде ұлғайып кеткен, бауырдың көлеміне ұлғайған. Шеттері доғаланған деген, яғни шеттері былай ғой, доғал тәрізді болып тұрады шеттері. Капсуласы тегіс, капсуласы деген сыртқы беткейі тегіс деген сөз, яғни ешқандай түйіршіктерді көріп тұрған жоқпыз. Беткейі тегіс, консистенциясы борпылдақ, консистенциясын, яғни кескен кезде анықтауға болады, яғни борпылдақ болып тұрады консистенциясы, жұмсақ және түсі сарғыш қоңыр, және пышақпен кескен кезде пышаққа майдың жабысуы байқалады. Іші майлы сары түсті болады. Міне мынаны жаттауыңызда, пышақпен кескенде май жабысады. Майлодистрофия ғой. Енді даму механизмдері бағанағыдай ғой, мұныкінде инфильтрация және декомпозиция, соларды жазасыздар. Және бұл жерде тағы бір даму механизмі, бұл жерде бағана май қышқылдарының тотығуы мен липопротеидтердің түзілуін тежейтін улы заттар әсер етеді бұл жерге. Яғни бауыр, ол білесіздер ғой, бізде организмнің лабораториясы, яғни артық заттарды олар бізде уытсыздандырады ғой. Ол уже қызметі бұзылғаннан кейін уытты әсер ете бастайды организмге. Және оларды залсыздандыратын амин қышқылдарды аз түзіледі. Және ол уже гепатоциттерге токсикалық әсер ете бастайды. Осы даму механизміне тоже кіреді, инфильтрация мен декомпозициядан басқа. Этиологиясы гепатотропты заттармен улану. Гепатотропты деген және бауырға әсер ететін заттар. Олар дәрі-дәрмектер болуы мүмкін, немесе ауыр металдар болуы мүмкін. Алкоголизм, семіздік, қант диабеті, авитаминоз, ас қорытудың бұзылуы және сапасы төмен тағамдар. Осы этиологиясына жатады. Асқынуына бағана дәнекер басу бөлігінде негізі көпшілігін жазатындар. Фибриноз, склероз, цирроз және бауыр жеткіліксіздігі. Бұл бізде асқынулары. Яғни оны алдын алмасақ, осылай асқынып кетеді. Нәтижесі, жағымды нәтижесі, себеп жойылса қалпына келуі мүмкін, ал жағымсыз бауыр жеткіліксіздігі дамиды. Бауыр жеткіліксіздігі уже бауырдың қызметі дұрыс атқарылмайды. Ол уже өлімге алып келуі мүмкін. Бұл бауырдың майлодистрофиясы. Енді келесі препарат, ол бізде бас ми инфаркты. Бұл жерде бізде ишемический не берілген, негізі инсульт. Потому что мына жерде көрдіңіздер ме, қан үйіндісі жоқ.
негізі инсультті өздеріңіз білесіздер ғой, екі түрі болады, геморрагический және ишемический деген. Егер ақ заттарды көріп тұрсаңыздар, ол уже ишемический инсульт. Ишемический инсульт дегеніміз қан тамырларының бітеу нәтижесінде ол жерге қан бармай қалады. Қан бармаған соң гипоксия болады, оттегі жетіспейді, сол жерде уже ағарып, яғни ол жерге тіндер бармаған соң уже ол жерде тіндер өзінің қызметін дұрыс атқара алмайды. Ал геморрагиялық инсульт дегеніміз ол жерге уже қан тамыры жарылады, ол жерге қан барады, қан барғаннан кейін ол жерге қуыс пайда болып, қан үйіндісі пайда болып. Бағана алдында айтып кеттік қой, бас ми несіне дегенде, бас ми гематомасы дегенде. Бұл жерде бас ми инфаркті. Бірінші атауы бас ми инфаркті, жіктелуі, бас ми қан айналымының бұзылуы, цереброваскулярлы бұзылыстар, соның ішінде ишемия, міне ишемиялық инсульт көрдіңіздер ме, ишемия, соның ішінде гипоксия, соның ішінде некроз уже ауа жетіспесе, уже автоматически некроз пайда болады. Негізі инфаркт деген осы некрозға кіреді ғой. Сипатталуы бірінші жұмсақ ми қабығы жұқа, түссіз, синустарының рельефтері тарылған болыпты. Синустар болады ғой, мида білесіздер, солар тарылған болады. Иірімдері, яғни бетке иірімдері қалыңдаған, ақ пен сұр заттың шекарасы анық болады. Шекарасы анық, консистенциясы андай қоймалжың, яғни быжырайған деп жазған жерде қоймалжың болады консистенциясы. Мидың сол жақ бөлігінде сұр түсті, шекарасы анық емес, некроздық ошақ сақталған. Мына жерде мынаны көрсетіп тұрған негізі, мынау препарат туралы айтып жатыр. Яғни сол жақ бөлігінде сол жақ бөлігінде сұр түсті, шекарасы анық емес, некроздық ошақ, калифациялық дегеніміз, яғни не ғой, құрғақ деген мағынаны білдіреді, сондай ошақ анықталған. Сипатталуына соны жазасыздар. Сіздерге басқа препарат келуі мүмкін, соған қарап отырып жазасыздар. Оң жағында болуы мүмкін, немесе сол жағында болуы мүмкін деген сияқты. Себебі тамырдың тромбозы, яғни бітелуі, эмболия, ұзаққа созылған спазм тоже әсер етеді, және атеросклероз бляшкамен бітелуі. Асқынуы, мидың ісінуі, тыныс алудың тоқтауы, себебі бағанағы гипоксия нәтижесінде тыныс алу орталығын дұрыс қанмен қамтамасыз етілмегендіктен тыныс алу орталығы тоқтап, ол уже тыныс алуға тоқтауын алып келіп, адамды өлімге алып келуі мүмкін. Және некроз ошағында іріңдік процестердің дамуы. Уже басқа бактериялар түсіп, ол жерде ірің дамып, ол қанға түсіп, уже сепсис дамуы мүмкін ары қарай. Ал нәтижесі жағымды киста түзілу, ол жер уже қуыс сияқты болып қалады, уже қызмет атқармайды, просто киста болып қалады. Ал жағымсызы бағана тыныс алудың тоқтауы, сепсистің нәтижесінде өлімге алып келеді. Бұл препарат бітті, бас ми инфаркті. Енді келесі препарат бізде өкпе инфаркті. Өкпе инфарктін тоже сразу анықтауға болады. Мына өкпе екенін сразу білесіздер ғой. Ал инфаркт кезінде мына қан ошақтары пайда болады. Инфаркт кезінде уже некрозға ұшыраған ошақтар пайда болады. Қара түстес көрінеді, немесе қою қызыл түсті болып көрінеді. Атауы өкпе инфаркті, жіктелуі некроз, инфаркт, соның ішінде геморрагиялық инфаркт, соның ішінде веналық гиперемия болады. Веналық гиперемия деген веналықтардың қанға толып кетуі, соның ішінде геморрагиялық инфаркт, оның ішінде өкпенің геморрагиялық инфаркті. Міне өкпенің геморрагиялық инфаркті. Бұл білесіздер ғой, көбінесе бағана оң жақ инфаркт болған кезде ол кіші қан айналым шеңберінде қысымның жоғарылауына алып келіп, оң жақ қарыншаның гипертрофиясына тоже алып келуі мүмкін. Сипаттамасы геморрагиялық инфаркт қызыл түсті, айқын шектелген, мынау препаратта қарастырайық, қызыл түсті, айқын шектелген. Инфаркт конус пішінді болады, ұшы өкпе түбіріне қарай бағытталған. Мына конус тәрізді деген былай ғой, яғни ұшы бар ғой, ұшы, ол өкпе түбіріне қарай. Өкпе түбірі деген бағана артерия, вена, бронхтар кіретін жерде өкпе түбірі деп атайды. Ал түбі қарай, ол уже өкпенің сыртына қарай бағытталған болып табады. Уже әр препаратта әртүрлі келіседі, бірақ көбінесе осында болады. Осыны тоже жазып кетсеңіздер болады. Және инфаркт ұшы қақпаға, ал табаны мүшенің сыртына бағытталған. Инфаркттың өлетіні тығыз болады, ұсақ түйіршікті, және қоңыр қызыл түстес болуы мүмкін. Қоңыр қызыл түстес болуы мүмкін, немесе бағана қою қызыл түстес деп те жазуға болады. Консистенциясы тығыз. Орналасатын жері субплевралық аймақта. Субплевралық аймақ дегеніміз, яғни плевраның астында орналасады, және көлемі ошақты болуы мүмкін, немесе жайылып жатуы да мүмкін, және плеврада фибринді қабаттасулар болуы мүмкін. Яғни бағанағы геморрагиялық ошақ уже плевраға өтіп, ол жерде фибрин қалыптасуы мүмкін деп жазып тұруға. Енді себептеріне келетін болсақ, бірінші себебі ол тромбоз.
тромбоз болғандықтан бағана қан тамырлары бітеліп, ол уже жарылып, бағана өкпе инфарктін алып келеді. Тромбоэмболия, атеросклероз, жүрек ақаулары, веналық қан іркілу және өкпе артериясының тармақтарының бітелуі. Яғни байқаған шығарсыздар, инфаркт, инсульт кезінде осы көп себептеріне тромбоз, тромбоэмболия, атеросклероз, яғни осыларды жазасыздар. Если білмей жатсаңыздар, уже логикаға саласыздар ғой. Инфаркт не үшін дамиды? Инфаркт бағана қан тамырлардың жарылуынан, немесе бағана гипоксия, оттегі жетіспеу. Оттегі қай кезде жетіспейді? Уже қан тамырлары бітелген кезде, уже қан тамыр қай кезде бітеледі? Тромбтар тұрып қалған кезде, немесе эмболия болған кезде, немесе атеросклерозда бляшкалар болған кезде. Осы логикаға салып жазсаңыздар, негізі уже түсінгендеріңізді көрсетсеңіздер, апайлар жақсы баға қойып береді. Асқынуы интоксикация, перифериялық пневмонияға алып келуі мүмкін. Перифериялық пневмонияға алып келу себебі бағанағы қан ошақтарындағы ол жерге бактериялар түсіп, ол уже бағана пневмонияны тудыруы мүмкін, перифериялық пневмонияны тудыруы мүмкін. Нәтижесі жағымды тыртықтану, гемосидероз, петрификация, киста қалыптасу, ал жағымсызге іріңді ыдырау және гангрена. Яғни одан бетер ары қарай асқынып кетеді ол жағымсыз нәтижесінде. Және жағымсызға тағы да өлім деп бұл жерге қосып қоюға болады. Себебі бағана инфаркт болған кезде ол өкпе дұрыс қызметін атқармай, адам сол тыныстың жеткіліксіздігінен адам өліп кетуі мүмкін. Бұл бізде өкпе инфаркті. Енді 13-ші препарат көкбауыр инфаркті. Көкбауырдың ақ инфаркті деп аталады. Бұл жерде уже ишемия екені көрініп тұр. Яғни геморрагиялы емес, ишемиялы екені көрініп тұр. Міне некроз жіктелуінде бірінші атауын жазамыз көкбауыр инфаркт деп. Сосын жіктелуі некроз, инфаркт, ақ ишемиялық инфаркт және көкбауыр инфаркті ары қарай. Сипаттамасы ақ инфаркт аумағы қан бара алмаған жерде пайда болады және ол сау тіндерден шектеліп тұрады және ақшыл түсті болады. Және де айқын шектеліп, осы екі сөз жаттаңыздар. Ақшыл түсті, айқын шектелген. Сұр түсті фибринді қабыршық қалыптасқан, ол шетіндегі бағанағы дәнекердер шектеп жатады, осыны айтады. Сұр түсті фибринді қабыршық қалыптасқан. Инфаркт үшбұрыш пішінді, яғни әр препарат әртүрлі мүмкін. Көбінесе үшбұрыш пішінді болады дегені. Және бұл жерде де бағана ұшы көкбауырдың қақпасына қарай бағытталған, яғни қан тамырлар кірген жеріне, ал табаны капсуласына қарай бағытталған. Яғни сыртқы бөлігіне қарай бағытталған. Консистенциясы тығыз, көлемі ошақты, немесе субтотальды. Субтотальды деген, яғни бүкіл тотальды емес, субтотальды деген оның көп бөлігін алып жатыр деген мағына білдіреді ғой. Және пішіні бағана конус тәрізді. Бұл бағана бізде ақ ишемиялық инфаркт көкбауырдың. Себептері бағанағыдай ғой: атеросклероз, тромбоз, тромбоэмболия, қан тамырларының ұзаққа созылған спазмы. Даму механизмі бағана не сияқты ғой, магистральды қан тамырларының жетіспеушілігі нәтижесінде, олардың бітелуі нәтижесінде, соның нәтижесінде ишемия дамып, бағана ақ инфаркт дамиды. Даму механизмінде асқынуы, ағзаның іріңді қабынуы, атеросклероз, гипертония. Ал жағымды нәтижесіне келетін болсақ, тыртықтану, инкапсуляция, петрификация, организация, киста қалыптасу, жағымсыз іріңді ыдырау, сепсис, септикопемия, органның жедел жеткіліксіздігі. Көріп тұрсыздар ғой, негізі патан қатты қиын емес, просто логиканы біліп алсаңыздар, уже көбісі бір-біріне ұқсайды, уже инфаркттардың себептері бір-біріне ұқсайды, асқынуы бір-біріне ұқсайды. Ең бірінші көбісі ойлайды негізі патанды қиын деп. Негізі былай логикаға салып түсініп оқысаң, ешқандай қиындығы жоқ. Просто бізде апайлар кішкене бағаны төмендетіп қояды. Және көп апайлар бізде қазақша түсінбейді. Сол көбінесе орысша жазуға тырысыңыздар, немесе орысша кітаптар оқып, сөйтіп жазсаңыздар, кішкене бағаларыңыз жоғарылай түседі. Енді келесі препаратқа келейік. Бауырдағы обыр метастаздары. Бұл препаратты тоже сразу анықтауға болады. Бауырдың бетінде осындай дөңгелек нелер болады, метастаздар. Немесе мынандай үлкейген түрлері де болады. Уже кесіндісінде, ал ана бағана кесіндісі емес, бетке енетін болар. Кесіндісінде осыны көруге болады. Мынау препарат келген, негізі бізге сессияда келгенде, осы препарат бауырдағы обыр метастаздары. Атауы бауырдағы обыр метастаздары, жіктелуі жоқ метастаздың, жіктелуін жазбайсыздар. Сипаттамасы бауырдың көлемі ұлғайған, үстінің әр жерінде тегіс емес, бұдырлы болады. Үстінің әр жері тегіс емес, бұдырлы болады. Барлық сегменттерінде және тілімінде ақшыл түсті пішіні дөңгелек, немесе сопақтау, диаметрі 1,4 см.
4 сантиметрден аспайды. Диаметрі 1,4 сантиметр, консистенциясы тығыз түйіндер пайда болады. Тығыз түйіндер. Міне осы сөзді жаттап алыңыздар. Консистенциясы тығыз түйіндер пайда болады. Және олардың көбісі бағана ақшыл емес, сарғыштау түсті де болуы мүмкін. Немесе олардың некроздық детриттер деп аталады. Некроздық детриттер ошақтарда байқалуы мүмкін бұл жерде метастаздардың қасында. Себептері метастаз деген білесіздер ғой, басқа қатерлі ісіктен басқа органға метастазданып, яғни гематогенді немесе лимфогенді жолмен метастазданып келуі. Бұның себептеріне соны жазасыздар. Ол бізде метастаз беру асқазан ішек жолдарындағы немесе сүт безіндегі, өкпеде, ұйқы безіндегі қатерлі ісіктердің метастаздары осы бауырға таралуы мүмкін. Лимфогенді немесе гематогенді жолмен. Мына осы клиникалық белгілерінде жазып кеткен, дене салмағының жоғалуы, іштің оң жақ қабырға асты аймағының ауырсынуы, және көбінесе осы ісіктің симптомдары көрінеді. Асқынуы, бауыр жетіспеушілігі және механикалық сарғаю. Механикалық сарғаю деген білесіздер, бауыр астылық сарғаю деп атайды, яғни өт жолдарының дұрыс шығарылмауы нәтижесінде пайда болады. Және бұл жерде көбінесе астицит дамиды. Астицит дамуын да білетін шығарсыздар, неге себепті екен? Портальды венаның бітелуінің нәтижесінде пайда болады. Яғни іш қуысына көптеген сұйықтың жиналуы нәтижесінде астицит пайда болады. Ал терминалдық сатыларда, яғни уже ең соңғы асқынған кезде сарғаю және бауырдың энцефалопатиясы. Бауырдың энцефалопатиясы дегеніміз, бағана айттым ғой, бауыр ол артық заттарды, қалдық заттарды не істейді, залалсыздандырады. Уже бауыр қызметін дұрыс атқармағанда, бағанағы азоттық қосылыстар организмге өтті. Олар уже гематоэнцефалды барьерден жақсы өтеді ғой, миға қарай. Соған уже миға қарай өтіп кетіп, адамда бауырлық кома немесе бауырдың энцефалопатиясын шақырады, одан уже адам қайтыс болып кетеді. Бұл жерде бағана метастазды негізі жағымды жағы жоқ. Уже метастаз деген уже 3-4 дәрежесіне кетіп қалады қатерлі ісіктің. Сол үшін көбінесе жағымсыз жағдайы өліммен аяқталады бұл кезде. Бауырдың обырға метастазы. Бұл негізі өзі информация кішкене аздау. Осы маңызды жерлерін жаттап алсаңыздар болған. Келесі препарат, 15-ші препаратқа қапыз. Жатыр миомасы. Бұл да тоже ісік, соңғы тақырыптарынан сол өткен. Мынау препарат көп кездеседі, міне осы препарат көп кездеседі. Бұны да сразу анықтауға болады. Жатыр, сосын сыртқа қарай шығып кеткен нелер болады. Андай субсерозды, интрамуральды, субмукозды, ісіктік түйіндер дейді. Ісік түйіндері шығып кетеді, соны сразу анықтауға болады. Жатыр миомасы. Ең бірінші атауы жатыр миомасы. Жіктелуі, бұл бізде мезенхималық ісіктер, соның ішінде бұлшықет түннен дамитын ісіктер. Бұл бізде қатерсіз ісік болып табылады. Мезенхималық қатерсіз бұлшықет түннен дамитын ісік. Бұлшықет түннен дамитын ісіктер өз білесіздер ғой, леомиома және рhabdomиома деп екіге бөлінеді. Леомиома дегеніміз ол бірыңғай салалы бұлшықеттерде дамиды, ал рhabdomиома көлденең салалы бұлшықеттерде дамиды. Бұл жатыр бізде леомиомаға жатады. Жатыр миомасы немесе жатыр леомиомасы деп атайды. Бұл бізде қатерсіз мезенхималық ісіктер. Міне бастапқыда бұлшықет ішінде пайда болады. Бастапқыда ісік бұлшықет ішінде пайда болады. Және бұны классификациясын жазған кезде өсуіне қарай үшке бөлінеді бұлар. Бірінші интрамуральды өсу. Интрамуральды өсу дегеніміз жатыр қабырғасының қалыңдығында, яғни жатыр 3 қабаттан тұрады ғой бізде, сол бүкіл қабатын алып жатады. Субмукоза дегеніміз ол, яғни қуысқа қарай енбейді, сол андай 2 қабаттың арасында жатады субмукоза. Ал субсероза дегеніміз уже қуысқа қарай өседі. Субсерозды ішке қарай өсуін біз субсероза деп атаймыз. Субсероза, субмукоза және интрамуральды. Сипаты көлемі үлкейген, жатырдың көлемі үлкейген. Уже уақыт бітейін деп қалды ғой деймін. Көлемі үлкейген, шар тәрізді, кесіндіде айқын шекаралары бар. Ісік түйін деген жазу керек. Ісік түйінді, капсуласы сұр түсті, талшықты, консистенциясы тығыз, және бағанағы өсу түрін жазасыздар. Ол бір жатырда ол 3 түрі де кездесуі мүмкін, немесе тек интрамуральды кездесуі мүмкін. Соны қарайсыздар ғой. Түйіндердің түсі ақ болады, склерозданған және некроз ошақтары тоже пайда болуы мүмкін. Бұл сипатына жазасыздар. Себебі тұқым қуалайды, гормональды бұзылулар, аденомиоз, сонда зат алмасудың бұзылуы, қантты диабет, ішкі органдардың созылмалы аурулары, яғни ол кезде иммунитет түсіп кетеді ғой. Иммунитет түскеннен кейін бағанағы ісіктің пайда болуына бізге қолайлы жағдай жасайды. Содан бізде осы жатыр миомасы дамып кетуі мүмкін. Міне ұзақ немесе тұрақты стресс,
аналық бездің, бүйрек үсті безінің, қалқанша бездің жұмысын тежейді осы стресс. Соның нәтижесінде бұл көбінесе негізі гормональды бұзылулардан болып жатыр миомасы. Міне гиподинамия, семіздік кезінде пайда болады, және жиі аборттардан дамуы мүмкін, және жатырішілік спиральдардың пайдалану кезінде осы жатыр миомасы дамуы мүмкін. Даму механизмі бағана алдында айтып кеттік қой. Регенерацияның бұзылуы, гиперплазия, дисплазия, малигнизация болуы мүмкін, ісіктік бастама, ісіктік прогрессия. Осы бесеуін жаттап алыңыздар негізі. Любой ісіктің даму механизмі осы 5 сатыдан өтеді. Ең бірінші регенерация бұзылуы, сосын гиперплазия, дисплазия, сосын малигнизация, ісіктік бастаманың қалыптасуы, сосын ісіктік прогрессия. Ісіктің прогрессиясы деген уже қатерлі ісіктерде байқалады көбінесе. Асқынуы, қан кету, жатырдан қан кетеді, бағана қан тамырларының бұзылуы нәтижесінде. Ол қан кету ол бізде анемияға алып келеді. Және миоматозды түйенің некрозы, миома тіндерінің өлуі, жатырдың инволюциясы болуы мүмкін. Осы жатыр миомасы кезінде инволюциясы ол 40 күнге дейін кездеседі, яғни босанғаннан кейін. Және бұл көбінесе 1,5-3% жағдайда қана қатерлі ісікке айналуы мүмкін. Яғни бұл көп жағдайда қатерлі ісікке айналмайды, тек 1,5-3% жағдайда айналады. Нәтижесі бағана некроз, гиалиноз, киста дамуы мүмкін, немесе бағана малигнизация, қатерлі ісікке айналуы. Келесі препарат ол бізде мускатты бауыр. Мускатты бауыр. Бірінші атауы, мускатты бауырдың препараттары көп, негізіне көп препараттарды салып қойғанбыз, документ жіберілгеннен кейін қарап аласыздар ғой. Бұл жерде тек бір препарат түсіндіретін боламыз. Бірінші атауы бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы, негізгі атауы осы бауырдың созылмалы веналық гиперемиясы. Немесе бағана екінші атауы мускатты бауыр деп атауға болады. Осы екеуінде жазасыздар атауына. Жіктелуі гиперемия, немесе толыққандылық, соның ішінде веналық толыққандылық, жалпы түріне жатады, сосын оның созылмалы түріне жатады. Осы мускатты бауыр. Сипаттамасы бауыр ұлғайған, бауыр үлкейіп кетеді, себебі қан толып қалған, қан толғаннан кейін ол бауырдың тіндерін қысады, ол бауыр үлкейеді. Жиегі жұмырланған, капсуласы тегіс, консистенциясы тығыз, түсі шұбар сары реңді. Кесіндіге кескен кезде қоңыр қызыл дақтарды көруге болады. Яғни қоңыр қызыл дақтар ол қан үйінділерінің дақтары, және мускат жаңғағы сияқты тарғыл болғандықтан оны мускатты бауыр деп атайды. Яғни мускат жаңғағына ұқсағандықтан оны мускатты бауыр деп атаймыз. Және бұл жерде веналық гиперемиядан бөлек майлы дистрофия байқалады. Майлы дистрофия бұл көбінесе бауырдың шет жақтарында байқалады. Бауырдың шет жақтарында байқалады, ол ортасында керісінше гиперемия көп байқалады. Ол жердің тамырлары кеңейген және толыққанды болады. Себептері бізде жүрек тамырлық созылмалы жеткіліксіздік. Сондықтан бұны көбінесе жүректің сопутствующий болезнь болып табылады. Бұл негізі жүректің қызметі бұзылғандықтан мускатты бауыр дамиды. Сол үшін бұны жүректік цирроз деп атайды. Осыны жазып кетсеңіздер, тоже плюс болады өздеріңізге. Жүректік цирроз деп атайды. Жүректің ишемиясы, кардиомиопатия, жүрек кемістігі, перикард аурулары, сол жақ қарыншаның жеткіліксіздігі, созылмалы миокардит, веналық қан ұзақ іркілген кезде пайда болады. Бұл себептері барлығы. Асқынулары портальды гипертензия, веналық инфаркт, мускат циррозы, бауыр комасы, бағана айттық, тамырлардан қан кету асқазанмен және өңеште. Өңеште неге қан кетеді? Себебі бағана портальды бітеліп қалады ғой. Уже бізде компенсаторный механизм басылады. Портокавальный анастомоздар білесіздер, анатомия өттіңіздер. Уже оларды компенсаторный механизм басылған, олар уже венаның қызметін атқарады да, өңештегі веналар кеңейіп, ол жерден қан кетуі мүмкін. Яғни құсқан кезде қан кетуі мүмкін, немесе асқазан жолдарында тоже қан кетуі мүмкін. Сосын астриттің перитонитке ауысуы мүмкін. Егер бағанағы сұйықтыққа ішек микрофлорасы, яғни бактериялар түссе, ол перитонитке ауысып қабынуы мүмкін. Қақпа венасының тромбозы бауырдың қайталама қатерлі ісігіне айналып кетуі мүмкін. Бұл асқынулары. Нәтижесі бауырдың циррозына алып келеді. Бауырдың циррозы, уже бауыр қызметін дұрыс атқара алмайды. Бұл бізде бауырдың веналық гиперемиясы, немесе мускатты бауыр. Бұл препаратта негіз оңай жаттап алсаңыздар, және көп кездеседі, осыны тоже оқыңыздар. Енді невус дегеніміз бірінші мынандай болады, онда қара пятна сияқты көрінеді. Көрген шығарсыздар өмірде бұны невустарды.
бұл көбінесе бағана меланома қатерлі және рак алды процесс болып табылады. Атауы невус, жіктелуі меланин түсетін тіннің қатерсіз ісігі. Міне қатерсіз, ол қатерліге ауысуы мүмкін. Және бұл жерде невустың түрлерін жазып кетулеріңіз керек. Оның түрлері бар ғой: шекаралық түрі, дермашілік түрі, аралас түрі, эпителиоидтық түрі және ұршық жасушалы және көгілдір деген невустың түрлері болады. Осыны тоже жазып кету керек классификацияда. Сипатталуы: пішіні жалпақтау, томпақ болып кетеді. Құрылымы сүтті кофе немесе қара түсті болады. Сүтті кофе консистенциясы жұмсақ болуы да мүмкін, немесе тығыз болуы да мүмкін. Әр кезде әрқалай кездеседі. Екеуіне жазып кетесіздер. Себебі меланобласт миграциясының бұзылуы, меланобласттардың яғни дұрыс реттелмеуі нәтижесінде пайда болады, және терінің аллергиялық аурулары кезінде осы невус пайда болады. Бұл себептері: асқынуы бағана меланомаға айналады қатерлі ал нәтижесі жағымды ол хирургиялық ем немесе лазермен емдеу. Бұны алып тастайды, яғни хирургиялық еммен. Ал жағымсызы бағана малигнизация, меланомаға айналып кетуі. Келесі препарат бізде жүректің семіруі. Бағана айттым ғой, майлодистрофиямен шатастырмаңыздар деп. Осы міне. Бұл бізде жүректің семіруі. Міне қарап тұрсыз, жүректің полный шетін бұл жерде май басқан болып тұр. Сары міне үлкейген жүректі көреміз. Атауы жүректің семіруі. Жіктелу міне өзгешелік бар. Бұл жерде строма тамырлық майлодистрофия, ал ол кезде паренхималық болды. Бұл жерде строма тамырлық майлодистрофия, липидоздар, нейтрал майлар алмасуының бұзылуы және майлы жүрек. Сипаттамасы: көлемі үлкейген, консистенциясы жұмсақ, эластикалы, түсі қалыпты, майлы тін көбейіп, эпикардтың астын толық жайлайды. Эпикард деген бағана айттық, жүректің сыртқы қабатын толық жайлап кетеді, және де жүректі толық қымтап алған, яғни жүрек уже қызметін дұрыс атқара алмайды. Көбінесе эпикардтың астында, миокард стромасында, бұлшықет талшықтарының арасында, тамырлар бойында осы май жасушалары жиналады. Және май көбінесе оң жақта көп кездеседі. Және бағана айттық қой, не үшін екен, потому что оң жақта бағана гипоксия кішкене көп болады, веналары жақта жиналады көбінесе. Және себептері: жалпы семіздік, алиментарлы, церебральды, эндокринді, тұқым қуалайтын семіздік түрлеріне кездеседі. Лабильді май алмасуының бұзылуы, липолиз бен липогенез процестерінің өзгерістері. Липолиз дегеніміз, яғни бұл кезде липолиз наоборот бәсеңдеп кетеді да, ал липогенез көбейіп кетеді. Липогенез дегеніміз май жасау деген сөз ғой. Яғни ол майдың алмасуы дұрыс бұзылады да, дұрыс емес болады да май алмасу, уже жүректі май баса бастайды. Осы себебі осыны тоже дұрыстап көрсету керек. Бұл тоже даму механизміне кіреді. Асқынуы: жүректің жарылуы, жүрек жетіспеушілігі, оң қарыншаның жарылуы, жүректің ишемиялық ауруы асқынуларына. Ал нәтижесіне бізге жағымсыз нәтижесі, бұл жерде жағымды нәтижесі бағанағы, егер дұрыс питанияны диетаға отырса алдын алуға болады, ал жағымсыз нәтижесі жүрек қызметінің созылмалы жеткіліксіздігі және жүректің жарылып кетуі, яғни шамадан күш түскен кезде жүректің жарылып кетуі мүмкін. Бізде 1 минут қалыпты. Қазір тағы да бір не ашайық, өзі 3 препарат қалды, соны талдап тастайық, сонымен аяқталады сабағымыз. Жарай ма? Аха, қазір басынан үзіп жіберемін.